келе жатқан бір кісі бар екен. Сол бала сүйе алмай келе жатқан кісіге мен Құраннан ана нәрсені айтқам. Көрермендерге де қазір айтамыз. Кім бала сүйе алмай жүр? Туысқаны, танысы, бірнеше жылдар болған. Аллах тағала Құранда бір-ақ сөзді айтшы дейді маған. Бір сөзді маған бер, мен саған бір баланы зар болып жүрсің ба, балалар сыйлайын дейді. Қараңыз. Фақулту стағфиру раббакум иннаху кана ғаффара деп басталады. Айтшы Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, айтшы, бүкіл адамзатқа айт, Раббыларынан астағфирулла деген сөз арқылы кешірім сұрасыншы. Түсіңіз? Расында Алла кешіруші. Егер осы сөзді айтсам не болады? Юрсилис самаа алейкум идрара. Жаңбырға біреу егістік ексе, егістік еккен адамның өзі осы сөзді айтса, жаңбыр жіберем дейді. Жаңбыр ғана емес, аспанды түгел сенің қызметіңе қоям. Келесі аят. Ва юмдидукум би амвалин ва банин. Сендерге медет деген сөз арабта мәдада деген етістігі ғой біздегі қазақ тіліндегі медет. Бірінен соң бірі келе беретін жәрдем. Мал дүниеңді солай істей берем дейді. Мал дүниеңді бірінен соң бірі келе береді. Және бала шаға мен де қуаттаймын сені дейді. Мал дүние мен де қуаттаймын, бала шаға мен де қуаттаймын. Сосын айтады: "Ва яджаллакум жаннатин ва яджаллакум анхара." Бақшалықтар жасап берем. Сосын бақшаны бергеннен кейін біреу сізге бір бақшалықты берсе, бірақ су мүлдем келмейтін болса, ол бақша сізге не керегі бар? Ана жүзімдіктер, оған суды шаршайсыз ғой шелекпен тасып. Соны айтады: "Мен саған бақшалықты берсем, суды